Өзім туралы. Жандос, мұнда кел, саған бір қызық көрсетейін. Мә, ұста мынаны. Мұны не істемексің, Асқат? Әкең ұрыспай ма? Жоқ, өйткені әкем білмейді. Болды, Жандос, енді өзің былай тұр. Өй! Жоқ, бұлай болмайды. Бұлай жұмыс жасау мүмкін емес. Жандос, онда сен өзің туралы айтып бер. Өзім туралы? Иә. Енді, Асқат, онда балалармен де бөлісейік. Олар да жаңа сөздер үйренсін. Келістік. Менің атым Жандос. Менің жасым 5-те. 1, 2, 3, 4, 5. 5 дегеніміз осы. Менің жанұямда 1, 2, 3, 4, 5 адам бар. 6. Менің 3 досым бар. Олар Асхат, Кәусар, Қайсар. Менімен 4-теу. Біз 4-теуіміз күнде ойын ойнаймыз. 5. Біз 5-еуіміз күнде ойын ойнаймыз. Балалар, бүгінгі үйренген сөздеріміздің аудармасын жаттап алыңдар. Жасы, лет, жанұя, семья. Олар, они, адам, человек. Бар, есть. Бауыр, родной брат. 1, раз, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Менің атым. Меня зовут. Менің жасым 5-те. Мне 5 лет. Қалдарың қалай, балалар? Сәлем, қазыналы кітап. Бүгін кім туралы айтып бересің? Балалар, Қазақ хандығының алғашқы жылдарында оны басқарған хандар мықты болды. Әсіресе Керей, одан кейін Жәнібек. Қасым хандар Қазақ хандығын биікке көтерді. Жерін кеңейтті. Батыс бөлікте Ахмет хан, орталықта Тоғым хан, ал Жетісу аймағында Тайыр хан. Тайыр хан қайтыс болғаннан кейін, осы өңірде билікке Бұйдаш хан келді. Оның 20-30 мың адамдай әскері болыпты. Бұйдаш хан ата-тегі жағынан Жәнібектің 4-ші ұлы Әдік сұлтанның ұлы. Бұл хан Қаратаудың солтүстік шығысынан оңтүстік батыс Жетісу аймағына дейін созылып жатқан өлкені басқарды. Тайыр ханнан кейін қырғыздар Бұйдашты жақсы білді де, оны өздері де көтермелеп хан сайлады. Бұлардың сол кездегі жауы Моңғолстанды басқарған Әбдірашид хан болды. Ол өте қатыгез, тек күшке жүгінетін адам болды. Қазақ пен қырғызды өзінің басты жауы деп санаған ол, бірде Бұйдаш ханмен соғысса, енді бірде Тоғым ханмен, одан кейін Хақназар ханмен үнемі соғысып отырды. Бірақ барлық ұрыстарда ол үнемі жеңіліп отырды.
Бұйдаш хан сайланса да, соғысқа әскерлерімен бірге үнемі өзі аттанатын. Ол осылай жауынгерлеріне рух берді. Бұйдаш хан аз ғана әскерімен жаудың қоршауында да болды. Бірақ Өжет хан бұл қырғынды да жеңіп шығады. Осылайша үнемі соғысқа аттанып, ел басқарып жүрген үлкен шайқаста ол алғашқылардың қатарында қаза табады. Көбелек, біздің үйде қанша адам бар? Дос